Жарты төстік. Баяғы өткен заманда бір бай болыпты. Оның мал-мүлкі көп екен. Не ішем, не кием демей молшылық пен тоқшылықта өмір сүріпті. Жоқшылықтың не екенін білмепті. Жалғыз ғана оны күйзелтетіні өзінен туған не ұлы, не қызының жоқтығы еді. Бір күні бай кемпіріне: «Әй кемпір, сен де мен де қартайып келеміз. Малдың, дүниенің бізге не керегі бар? Осы мал-мүлікке кім ие болады? Құдайдан бала сұрап, әулие аралап түнейік» дейді. Кемпір де айтқанына көнеді. Сонымен бір перзентке зар болған екеуі мал дүниеге қарамай жаяу жүріп кетеді. Бір жыл бойы жол жөнекей кездескен әулиелердің басына түнейді. Екеуі баспаған жер қалмады, бірақ олардың себі тимеді. Бір күні үміттерін үзген екеуі: «Қой, Құдай бізге бала бермейін деген екен. Енді елімізге оралайық» деп ауылдарына қарай қайтады. Жолда олар бір түбақ шеңгелді кездестіреді. Кемпір: «Шалау, мына шеңгел тегін шеңгел емес. Осыған да түней кетейік» дейді. Сонда шалы: «Атақты әулиелер бала бермегенде құдіретті осы шеңгелге әкеліп балап қойды дейсің бе?» дейді ашуланып. Кемпір шалына бой бермей түнеймін деп шеңгелдің түбіне жатады. Шала амалсыздан анадай жерге барып орналасады. Таңға жуық шолпан туған шақта бір ақ шалмалы қожа пайда болады. Ол кемпірге: «Әбден күйзеліп кетіпсіңдер. Өзің айта ғой, 30 ұл берейін бе, жоқ бәріне балап бір ұл берейін бе? Сендерге көрсеткен көмегім болсын» деп сұрайды. Кемпір: «Бір ұл берсеңіз жетеді» деп жауап береді. Содан қожа кетіп қалады. Кемпір ояна кетіп шалына қарай тұра жүгіреді. «Әй, шалым!» деп көңіл көтерілген ол бастан аяқ көргенін баяндап береді. Мұны естіген шалы да қуанып қалады. Жүректеріне үміт оты ұялаған шал мен кемпір бірнеше күн жүріп үйлеріне оралады. Арада біраз уақыт өтеді. Кемпірі бір күні суретке жерік болады. Қараса үйінде бір жарты төстік қалған екен. Сол жарты төстікті асып өзі жейді, жалғыз өзі жейді. Кемпірдің жерігі тарайды. Осылай 9 ай, 9 күн толады. Толғақ қысып, кемпір торсықтай ұл табады. Баланың атын жарты төстік деп қояды. Арада бірнеше жыл өтті. Төстік 14-15 жасқа келген шақ. Есіктің алдында түбі жуан бәйтерек өсетін. Соған әкесі таңертең шықса, түсте түседі. Түстен кейін шықса, кешке түсетін көрінеді. Әкесінің осы қылығын күнде көріп жүрген баласы: «Әке, сіз осы ағашқа не үшін күнде шығасыз?» деп сұрайды. Әкесі: «Ой баламай, не бар дейсің? Малды көздеп отырмын да» деп жауап береді. Содан кейін әкесі: «Балам, бұл ағашқа шығушы болма, басың айналып құлап кетерсің» деп бірнеше рет сақтандырады. Бір күні бала: «Әкем неге осыншама қорқады? Осы жерде отырып нені көретін болды екен?» деген оймен ағаштың басына шығады. Міне, мынандай биік ағаш екен. Қараса, бір көшкен ел өтіп барады екен. Өңкей жас ұл қыздар қаз-қатар тұрып өлең айтып келеді. Олардың артында жас жігіт, келіншектер, ең соңында шал кемпірлер де еріп келеді. Көшті көрген бала: «Әкемнің ағашқа шықпа деп жүрген мынау екен ғой. Қызық көрсе кетіп қалады деп жүрген болар» деген оймен ағаштан түседі. Кешке көргенін әкесіне айтып береді. Сонда әкесі: «Балам, ол өтіп бара жатқан дүниенің сағымы. Оған тірі адам түгіл, өлген адам да жетпеген» деп жауап қайырады. «Ал өзіңіздің ағашқа шығып, күнде оларды бақылап отыруыңыздың себебі не?» деп жарты төстік сұрайды. «Сен әлі жассың балам, өмірің алда. Өзіңді қартайған шағымызда көрдік. Құдайдан сұрап алған жалғызымызсың. Біздің өміріміз өтіп бара жатыр. Қызығыңды көре алмай кетеміз бе деген үрей маза бермей қойды. Осы сағымды ағашқа мініп отырып бақылауым да сондықтан. Сағымға қарап, болашағың маған көрінер ме деген үмітім бар.
о дүниеге армансыз кету біз сияқты қариялар үшін бақыт қой, деп жауап береді әкесі. Әке, ойыңызды түсіндім. Сіздің өміріңіз сол мен көрген сағым секілді зымырап өтіп барады. Ал мен ғұмырымды енді бастамақпын. Сондықтан сағымға ілесіп кеткенім болмас. Дегенмен мен өз жолымды, бақытымды тапқым келеді. Әке-шеше арманы бала бақыт емес пе? Батаңызды беріңіз, жолға шығайын, дейді жарты төстік. Мынандай жігіт болып қалған шағында. Әкесі болса, балам енді қайтқанынан қайтпайды деген оймен, жарайды, бағыңды байламайын, қалауың білсін, сапарға аттанамын десең, рұқсатымды беремін, деп еліндегі атағы шыққан 11 сыншыны шақыртады. Олардан менің балама күні-түні мініп шабуына жарайтын ат бар ма деп сұрайды. Сыншылар жылқылардың бәрін қарап көріп, соңынан келген бір құнанды көрсетеді. Мынау ғана бір түске дейін мінуге жарайды, деп жауап береді. Ал олардың біреуі жердің асты мен үстіндегінің бәрін білетін тыңшы екен. Ол жерге жатып құлағын салып тыңдап, жердің 7 қабат астын мекен ететін жалғыз көзді дәудің қой мойынды құлашолағы бар, сол жарайды, дейді. Сонда жарты төстік, олай болса, жер астында құлашолақты іздеп табайын, деп етек жеңін түріп, жаяу жөнеледі. Жолда үлкен ағаштың басында отырған бір құстың 2 балапанын көреді. Олардың үлкендігі сондай отау үймен шамалас. Осы балапандарға қарап жатып, жарты төстік ұйықтап кетеді. Біраз жатып тыныққан ол қатты ысқырынған дауыстан оянады. Қараса, ұзындығы мен көлденеңі бірдей бір дәу айдаһар балапандары бар ағашқа өрмелеп барады екен. Жарты төстік айдаһарды көздеп, садағын тартып қалады. Айдаһар 2 бөлініп жерге түседі. Сонан соң ағашқа төстіктің өзі шығады. Осы кезде балапандарға тіл бітіп, біздің анамыздың аты Самұрық. Ол жылда 2 балапан табады. Бірақ балапандарды осы айдаһар жұтып қоятын көрінеді. Бұл жолы сен бізді құтқардың, дейді. Осы кезде күнбатыс жақтан бір қара бұлт шығады. Қатты дауыл жерді шаңдатады. Бұл не? Деп жарты төстік сұрайды. Сонда 2 балапан, бұл анамыздың қанатының екпіні, деп жауап береді. Осы кезде күн күркіреп, жауын жауады. Жарты төстік, бұл қалай дегенде, балапандар, анамыздың бізді көріп қуанып қарқ-қарқ күлгені, дейді. Самұрық құс келіп, ағаш басына қонғанда, үйдің жуандығындай ағаш иіліп жерге тиеді. 2 балапан шу ете қалып, ана, досыңызды көрсетейік пе, дұшпаныңызды көрсетейік пе, деп сұрайды. Алдымен дұшпанымды көрсетіңдер, дейді Самұрық. Олай болса, ана жерге қараңыз, деп балапандар 40 кез ағаш қасында өліп жатқан айдаһарды көрсетеді. Құс отырған бойда өп деп айдаһарды бірақ жұтып жібереді. Ал енді досым қайда, деп сұрайды Самұрық құс. Міне, деп балапандар жарты төстікті көрсетеді. Самұрық төстікті де өп деп тағы жұтады. 2 балапан шырылдап, анасының тамағына жармасады. Сонда құс ақ деп төстікті жерге тастай салады. О, балапандарым-ай, жол жүріп, арып, ашып кетіппін. 1000 кісілік күш пайда болсын деген едім, дейді Самұрық балапандарына. Не болғанын түсінбей қалған жарты төстік есін әрең дегенде жияды. Самұрық құс, ал адам, жолың болсын, қайдан келесің, қайда барасың, деп жөн сұрайды. Жарты төстік, мен жердің астындағы жалғыз көзінің құлашолағын іздеп келемін, деп жауап береді. Самұрық құс, балапандарымды аман алып қалыпсың. Жасаған жақсылығың үшін сені жер астындағы жалғыз көзіге жеткізейін. Бірақ оның құлашолағын алып беруге шамам келмес. Егер барамын десең, 40 мес су, 40 мес ет дайында, дейді де тағы ұшып кетеді. Жарайды, деп келіскен жарты төстік енді күнді жайлатып боран соқтырады. Тек ашық тұрған ағаштың түбі ғана. Осы араға бір жағынан бұлан келеді бұлаңдап, бір жағынан құлан келеді қылаңдап, төстік келгендей атып қыра берді. 80 күнге толғанда күн шайдай ашылады.
40 мес ет, 40 мес су дайын болады. Самұрық ұшып келіп жарты төстікке: ал жолға дайынсың ба деп сұрайды. Дайынмын деп жауап береді ол. Дайын болсаң 40 мес етті оң жағыма, 40 мес суды сол жағыма арт. Өзің мойныма отыр да мықтап ұста. Екі көзіңді жұм, ашпа. Басымды оңға бұрғанда аузыма су құй, солға бұрғанда аузыма ет сал деп ескертеді. Баланы мойнына отырғызып алған самұрық ұша жөнеледі. Төстік құстың айтқанын орындап, мойнын солға бұрғанда суды құйып, оңға бұрғанда етті сала береді. Біраз уақыттан кейін құстың «ал көзіңді аш» деген даусын естиді. Суреттері не деген керемет салынған. Ашса, үсті бу, асты су сияқты жерде отыр екен. Самұрық құс сәл тынығып алған соң көкке та көтеріледі. Бір кезде жарты төстік, көзіңді аш дейді. Төстік ашып қараса жерге түсіпті. Сонан соң самұрық бір тал қанатын балаға жұлып беріп: міне, қалаған жеріңе де келдің. Жалғыз көзді дәуді ана төбенің арғы бетінен табасың. Аман қал. Қайтар кезде мына қанатымды тұтат, мен дайын боламын деп ұшып кетеді. Төстік төбеге көтеріледі. Қараса, төменгі жағында жалғыз көзді дәу ұйықтап жатыр. Мына суреттегі дәу осы болса керек. Мінеки. Бұның дәулігін міне астындағы жарты төстіктен байқасаңыздар болады екен. Ол бір ұйықтаса 40 күн, 40 түн ұйықтайтын көрінеді. Жарты төстік дәудің қасына жақын келіп, ат басындай шоқпармен басынан бір қояды. Жалғыз көзді: «О, мына жердің бір көзін-ай» деп басын бір сипап қояды да жата береді. Енді жарты төстік ер тұрманымен тұрған қой мойынды құла атты іздеп табады. Ат кісінеп, қасына жақындаған баланы иіскейді. Мына суреттегі ат осы болар шамасы. Міне, құла шолақ деген. Жарты төстік аттың шылбырын алып, ұйықтап жатқан жалғыз көздің аяғын байлайды. Сонан соң атқа мініп, арқанды тақымға салып ала жөнеледі. Осылай дәуді сүйрей тауға да, тасқа да соғады. Сонда жалғыз көзді: «Әй бала, ең болмаса басымды бір көтерші» дейді жарты төстік. Енді маған күш көрсетуге шамасы келе қоймас, арманда кетпесін деген оймен тоқтап басын көтере бергені сол еді. Жалғыз көзді дәу: «О бала, мені оңай жеңе алмайсың, кел бері» деп алыса кетеді. Төстікті жерге атып ұрып, бар денесімен басып тырп еткізбейді. Сонда қой мойынды құлат келіп, жалғыз көзді қос аяқтап теуіп жібереді. Дәу ат шаптырым жерге барып құлайды да жан тапсырады. Құлаттың көмегімен дәуді жеңген жарты төстік атқа мінеді де, қуанышы қойнына сыймай шаба жөнеледі. Шауып келе жатып, ағаш соқамен жер айдап жүрген бір шал мен кемпірді кезіктіреді. Екі өгіздің басын кемпірі жетелеп, шал соқасын ұстап жүр екен. Жарты төстік қарияларға келіп сәлем береді. «Ассалаумағалейкум» дей бергенде шал мен кемпір: «Ойбай балам, ақырын сөйле, ақырын» дейді. Жарты төстік шал мен кемпірге: «Неге қатты сөйлеуге болмайды?» деп сұрайды. Сонда шал: «Ойбай-ау, бұл жерде тажал бар» деп жауап береді. «Қандай тажал?» дейді түкке түсінбеген төстік. «Ой балам, несін сұрайсың? Бұл бір айдаһар. Бір ұйықтаса 40 күн, 40 түн ұйықтайды. Егерде оянып кетсе, осы аймақтағы малды да, адамды да бір-ақ жұтып жібереді. Ол ұйқыға кеткен кезде біз келіп егін саламыз. Екінші ұйықтағанда суарамыз. Үшінші ұйықтағанда орып жинаймыз. Әйтеуір осылай күн көріп жатырмыз» деп шал мен кемпір мән-жай түсіндіреді. Төстік осы елді айдаһардан құтқармақ болады. Ол бар даусымен айғай салады. Айдаһар оянып кетеді. Ысқырып, аузын ашып, ішіне қарай ауаны тарта бастайды. Сол жердегі мал, адам болсын, ұшқан құс, жүгірген аң болсын, бәрі де айдаһардың апандай аузына қарай домалай жөнеледі. Жарты төстік атымен 3 домалайды. Сонан соң ол бар күшін жиып, 7 құлашақ семсерді жазады.
айдаһармен арпалысады. Қой мойынды құлатты бос қоя береді. Сәйгүлік ары-бері құстай ұшады. Ал төстік айдаһарды семсерімен ар өткенде бір, бер өткенде бір шауып ақырында өлтіреді. Домалап келген халық өлген айдаһарды көріп қуанады. Ал оны өлтірген жарты төстікке алғыстарын білдіреді. Батыр, бізді аман алып қалдың, елімізді тажалдан құтқардың, енді бізге хан бол деп жабысады. Бұған жарты төстік көнбейді, жүріп кетеді. Келе жатып қалтасын қарайды. Қолына самұрықтың қанаты ілігеді. Қанатты тұтатып жібергенде құс ұшып келеді. Ал батырым, аманбысың? Еліңе қайтқың келді ме? Ол үшін тағы да 40 мес су, 40 мес ет дайында дейді. Жарты төстік құстың айтқанын орындап, бәрін әкеліп самұрыққа артады. Өзімен бірге аты да самұрыққа мінеді. Құс ұша жөнеледі. Сәлден кейін самұрық құстың аш көзіңді деген дауыс естіледі. Көзін ашып жіберсе, самұрықтың балапандарын құтқарған ағаштың түбіне ұшып келген екен. Төстіктен самұрық құс: ал жігітім, мен өз парызымды орындадым ба деп сұрайды. Жарты төстік: иә, орындадың деп жауап береді. Самұрық құс: тағы айтарым, сен жоқта әкең мен шешең саған көрші елдің бір сұлу қызын айттырған. Бүгін сол қалыңдығыңды той жасап басқа біреуге ұзатқалы жатыр. Ал еліңді қалмақтар шапты. Сондықтан сен кідірмей жолға шық, болмаса кешігесің дейді. Ол бағанағы тажал болса керек. Жарты төстік атына мініп шауып кетеді. Жолында 6 құлаш алабайталды кездестіріп, оны ұстап алады. Бірнеше уақыттан соң бір жиын тойға кездеседі. Бұл кімнің тойы деп сұрайды. Тойға жиналған адамдардың біреуі: көрші елде бір байдың жалғыз баласы болған деседі жұрт. Сол бала есінен адасып, қартайған әке шешесін тастап, ел аралап қаңғып кетіпті. Бұл той сол жігіттің қалыңдығының тойы. Жігітті күте-күте күдерлерін үзген қыздың ата-анасы бүгін оны басқа адамға ұзатқалы жатыр деп жауап береді. Ашуланған жарты төстік қыздың әке шешесінің алдына барады. Оларға өзін таныстырып, күйеу жігітті жекпе-жекке шақырады. Екеуі күш сынасады. Айдаһарды жеңген жарты төстік үшін бұл айқас қозыны албұрынғанымен тең еді. Жеңіске жеткен ол қалыңдығын қайтарып алады. Қызды 6 құлаш алабайталға мінгізіп, еліне қарай бет алады. Екеуі жүріп отырып ауылына жетеді. Қаптап жүрген қалың қалмақ, елі қырылып жатыр. Жарты төстік халқын жаудан құтқармақ болып қалыңдығын шет жерде қалдырады да, өзі 7 құлаш ақ семсерін алып шайқасқа аттанады. Көзін жұмып, оңды, солды жақындаған жауларын семсерімен қыра береді. Қалмақтар жарты төстіктің қаһарынан қорқып қаша бастайды. Бір уақытта әлде біреудің: ой, балам, көзіңді аш деген даусын естиді. Көзін ашып қараса, алдында бір ақ киімді қожа тұр екен. Ол: балам, саған разымын, осы бетіңнен қайтпа, ата-анаңның тілегі орындалды деген сөз осы. Жеріңе, еліңе адал қызмет ет. Енді ана жерге барып, байлаулы жатқан әке шешеңді босат дейді де жоқ болады. Аң-таң болған төстік қожа көрсеткен жерге барады. Расында да сол арада әке шешесі байлаулы жатыр екен. Төстік оларды босатады, қалыңдығын ертіп келеді. Жалғыз ұлының қалыңдығымен бірге аман келген көрген шал мен кемпірінің қуанышында шек болмады. Олар сағынысып көріседі. Әкесі баласынан: балам, өмірдегі өз жолыңды таптың ба деп сұрайды. Иә, әке, таптым. Мен еліме қорғаныш болуым керек деп басынан өткізген оқиғаларын баяндап береді. Жарты төстіктің әңгімесін тыңдап болған анасы: баяғы бір түп шеңгелдің түбінде маған кездескен қожа бұл жолы саған жолықты. Әулиенің кезінде маған айтқаны міне қазір орындалды шырағым, Құдайдың мұнысына да тәуба депті. Осылай бір өзі 30 ұлға танитын жарты төстік қария әке шешесін, жерін жоңғарлардан азат етеді. Қалыңдығымен қосылып, елін жинап,
үлкен той жасайды, балалы шағалы болады, халқына, жеріне ие болып, бақытты ғұмыр кешеді.